Ас үйінде апталап, айлап тұратын азықтың бірі алма. Оның табиғи емдік қасиеті жайлы ойланып көрдіңіз бе? Алманың қандай пайдасы бар? Алма көптеген ертегілер мен хикаяларда сұлулық, денсаулықтың символы болып бейнеленеді. Бұл адамдардың ертеден-ақ алманың қасиетін біліп, бағалағанынан хабар береді. Алма өмірді ұзартады. 2011 жылы Америкадағы химиялық қоғамның өткізген зерттеу нәтижесі бойынша алманың көмегімен өмірді 10%-ға ұзартуға болатыны анықталды. Сондай-ақ алма жегеннен кейін ағзаның белсенділігі де арта түседі екен. Бұл зерттеу жануарларға қолданылғанымен, нәтижесі адам ағзасына да қатысты деп саналды. Алма есте сақтау қабілетін жақсартады. Массачусетс штатының университеті жүргізген зерттеу нәтижесі бойынша алма мидағы нейротрансмиттер ацетилхолиннің санын көбейтеді. Ол мидың жаңа құрылымдарды құрылып өзгертуге көмектесетін нейропластикалық модуляцияның қызметін іске қосады. Мидағы ацетилхолиннің артуы есте сақтау қабілетінің жақсаруына әсер етіп, Альцгеймер ауруының алдын алады. Алма инфаркт, инсульт қаупін азайтады. Әдетте инсульт, инфаркт, атеросклероз аурулары ЛДЛ холестеринінің көп болуынан туындайды. Ал алма ол холестерин санын 23%-ға азайтады. ЛДЛ холестеринді азайтатын арнайы дәрі-дәрмек 18-50%-ға дейін төмендетсе де, өзге зиянды ауруға апарып соғуы мүмкін. Ал алма мұндай артық ауруларға төтеп береді. Алма ісік ауруларын алдын алады. Гавай аралында жүргізген зерттеу нәтижесі бойынша ең көп алма жеген топта қатерлі ісік ауруының пайда болу қаупі 40-50%-ға дейін төмендеген. Алманың құрамындағы антиоксиданттар адамның ағзасындағы өкпе ісігінің пайда болуына әсер ететін үдерістерге бөгет болады.